Құрбы-құрдастарыңыздың, туыстарыңыздың немесе таныстарыңыздың қарапайым шай мен кофеден үзілді-кесілді бас тартып жай ғана қайнаған суды ішіп жүргендерінің талай рет куәгері болдыңыз. Сұмдық-ай, құр суды қалай ішесің деген сауалды да бірнеше рет жолдағаныңыз есіңізде ме? Олар сізге себебін түсіндіріп жатпады. Сіз де қазанды жабулы күйінде қалдыра салдыңыз. Мұның сырын әлі де білгіңіз келе ме? Пайдалы кеңестеріміз сіз үшін арналады. Қайнаған судың пайдасы. Қарапайым қайнаған судың негізгі пайдасы ағзаны тазалауында жатыр. Су іш қатуды емдеп, буындардағы және басқа да мүшелердегі артық тұздарды, бүйрек пен бауырдағы тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған су ішуді бастағаннан кейін бірнеше күн өткен соң буындарда, бүйректе ауырсыну, зәрдің түсінің өзгеруі байқалады. Қорықпаңыз, бұл ағзаңызда оң үдерістердің жүріп жатқандығының белгісі. Қолдану тәртібі. Қайнаған суды таңғы астан 30 минут бұрын аз ғана мөлшерде ішіңіз. Оны асықпай ішу керек. Су ішекті оятады, оның жұмысқа кірісуіне себеп болады. Қалтарыс бұлтарыстарында іркілген қажетсіз заттарды сыртқа ығыстырады. Аталған қарапайым рәсімді бар жоғы 6 ай уақытқа дейін орындасаңыз жетіп жатыр. Асыңыз дұрыс қорытылмай ішіңіз кеуіп жатса, тамақтан кейін де қайнаған су ішкеніңіз пайдалы.